Төсек теңестірген қосағына 20 жылда бұлай жағымпызданып көрмеп еді. Қолына жұқпай, дастарханды әпсетте жайнатып жіберді. Күнде шығара бермейтін тоңазғыштың күрегейінде тұрған сары майды да тәрелкеге толтырып алдына қойды. Қара табаға шыжғырып пирәшке пісірді. Онан шыққан түтінді терезені ашып, бөлмені таза ауамен біраз желдетті де, имене басып келіп, шай дайын деді. Күйеуі әдетінше сақалын сыбанып алып, ең арзан калина красная әтірін дәу алақанымен шұңқырмен бір көсіп алып, екі бетін кезек-кезек сипады. Сосын ескі мәнеріне салып, екі бөлмеге жалтақтап басын сұғып, біреу бірдеңені алып кетті ме дегендей бір қарап алып, ас үйіне кірді. Қарауыл десе қарауыл, осы әдетті қашан қояды екен? Шай құймаққа дайындалған жұбайы асығып аптығып тұр. Қарауыл болып кеткен ғой. Күйеуі жинап тұрған таңғы дастарханды көріп, «Охо, қатын, бүгін жаңа жыл ма? Жайнатып жіберіпсің ғой», деді мұртынан күліп. Ләззат дір ете қалды. «Терезені тағы ашып алайын ба? Әлде осы бола?» деді күйеуінің алдында оқушыдай кіпіртіктеп. «Болады. Пирәшке пісіріп едім. Бүгін кезекке баратын күнің ғой», деді. «Болады. Иістің бәрін бір ашқандақ айдап шығады ғой біздің қатын», деп жабулы терезенің тұтқасын оң қолымен төмен тартып, тағы да терезені ашып жіберді. «Қарауылдығы қалмайды. Өмір бойы кеткен екен ғой», деді Ләззат, тағы да күбірлеп. «Сүтпен ішесің бе? Қолдың сүті есіктің алдына әкеліп сатады. О, су сұраса сүт берген, айран берген», деп күйеуі өлеңдетіп жіберді. «Бәрін үлгеріпсің ғой». Жұбайы төмен қараған күйі жауапсыз қалды. «Өлеңсең нетең», деді іштей ыза болып. «Онан да шеріңді ішіп, тезірек қарауылдығыңа кетпейсің бе?» Ол ыстық кесені қолына алып, ыстық пирәшкеден бірден тістеді. Жұбайының бойынан бір діріл зу етіп, сонан кейін ғана көңілін демдеді. Бірақ бетін бұрып қарай алмады. Сабақ айтатын бастауыштың баласындай тік тұрып. «Отырсайшы қатын, шайың ыстық, құманың бұрқылдап тұр, неге қорқып тұрсың?» дегенде ғана мұнтаздай таза ақ шәйнектің сол жағын ала тізесін бүкті. Әдетте бір-ақ кесе ішетін дөң күйеуі шайқор болып кетті. Майлы пирешкіні төмен айдаған түрі шығар. «Сен үшін тағы да бір кесе», деді. Күстене бастаған күректей алақанымен шүрең кесені түбінен аялай ұстап. «Мейірленген түрі ғой сорлының. Онан да жұмысыңа тезірек кетсейші». Ол «болдым» деп күректей алақанымен дөңгеленген кесенің бетін жапты. Шай кесе көрінбей қалды. Жуан дауыс қанағат дегенде әйел тағы да бір дір етіп орнынан атып тұрды. «Қорқақ болып кеткенсің бе?» деді. 20 жылдан бергі жан серігі үстел басынан қозғала бергенде. Иығына қолын салып, жұбайын бір түрлі жақсы көріп кетті. Ол болса денесін алып қашып тартыншақтай берді. «Мен қаштым, өкімет жұмысы күтіп тұр», деп үстіне жеңі түте-түте ескі курткасын ілгенде, осыны бір ауыстыру керек еді деген жолаушы ой әйелінің көкірегін осып өтті. «Барғасын өкіметтің киіміне ауыстырады ғой, аэропорттың қорымын не үшін жинап жүрсің?» деген ызамен есіктен шығып бара жатқан өмірлік серігінің арқасына қарады. Жалпақ жауырыннан көз алмай тұрып, «Осыны қайдан таптым екен?» деп өкінді. «Өзім ғой, мені ешкім зорлаған жоқ. Бір жерден біздегесін құлай кеттім. Жаманкөлден басқа адам болса жанымды алатындай көрінді», деп өзінен өзі зығырданы қайнай бастады. «Пака», деді жалт бұрылып. Ол ерін түрпейтіп, болар-болмас басын изеді. Орысшасының түрін. Қап қалың ағаш есік сарт жабылды. Ол арғы бетте, бұл бергі бетте қалды. «Сорлы», деді ішінен. «Қосағынан туған екі қыз бар. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүруде. Ол әуежайдың қарауылы, өзі байланыс министрлігінің кеңсе жабдықтары бөлімінде қызмет істейді. Қарап тұрса өзінікі де қара жұмыс. Оған күлетін түрім жоқ. Оның айлығы менікінен 2 есе көп. Сыйақысы тағы бар. Менікі министрлік деген аты болмаса, еден жұғыс, сәлем ақ жоғары».
Сол жерден қара жұмысшының бәрін өзім істеймін. Сәнденіп жүргенім болмаса, осы сән маған не керек деді де, айнаның алдына қалай барғанын білмей қалды. Бірақ өз бейнесіне өзі тамсанып үлгермей, ытқып балконға шықты. Жүргінші жолында бәрінің үстінен қарап, бойшаң біреу кетіп барады. Ол өзінің қосағы. Сорлы деді, іштей балағаттап. Кері бұрылып, айналдына кеп, құлағына мөлт-мөлт еткен, сақтап жүрген сырғасын таға бергенде саусағы дір етіп, асыл тас аяқ астына түсті. Құдай құлақты да шын түйтіп берген, қарашы. Осы сәндену маған неменеге керек деп, жерге мөлтілдеп жатқан сырғаны белін әрең бүгіп қолын алды. Мұны да туған күнімде сыйлаған анау сорлы ғой деп, күйеуін күстаналады. Жоқ, тағайын, сырға сұлулық сыйлайды деп, құлақтың бітеле бастаған тесігіне иненің ұшын кіргізіп жібергенде тұрған орнынан ыршып кетті. Терісі ауырғанмен жан дүниесі жайтапты, бітеліп қалыпты. Көптен тақпағандығы ғой. Бітелсе енді ашылады деп қантымыр көңілмен үсте ең әдемісін киді. Осымен кімнен кеммін? Әдемі шүберектің әсерімен көкірегі оттай жанып, бір мақтаныш сезіммен жер баса алмай алып ұшты. Тігінен тұрған сопақ айнаның алдына қайта-қайта барды. Қырынан тұрып, денесіне қол тигізіп, айнадағы келбетіне сүзілді. Алақанымен бөксесін сипады. Ешкімнен кем емеспін. Енді тағы да айналып көрді. Осы бексе ғой маған бөтен еркекті ынтық қылып қойған деп, енді өмірде кездескен екінші адамның қылықтарын ой елегінен өткізе бастады. Бойы бір тұтам, бірақ өзінің сөзі нық, жиналыста бәрін жеп қоя жаздайды. Бәрі осының сөзіне тоқтайды. Пысығақ, өзінің тікелей бағынатын бастығы да сол. Енді мені жеп қоятын шығар деп, миығы тартып, екі көзі оттай жанған қимылы шалт тапал жігітті көргенше асықты. Өзі сөзге шебарақ, қисық сөздің түбін түсіреді. Жаңа жылға таяу жаңа күнтізбе, қалам мен жеке қойын кітапшаларын таратып, есігін жаймен тық-тық шерткенде кіріңіз деген сергек дауыс естілді. Күнде көріп жүрсе де есіктен имене аттады. Мұнтаздай таза бөлмемен түкпірдегі телевизор, диван мен кресло көзіне жұмсақ көрініп, көңіліне майдай жақты. Жанары шығардай жанып, ойнақшып тұр екен. Алдында шай. Ұрты томпайған шайнектен бір кесе шай құйды. Мен құямын ғой, деді бұл қолын қозғалтып. Үй менікі, мен құяйын. Я солай ғой, деп кеңсе заттарын алғандағы туралы тізімді алдына қойып, мына тұсқа қол қойыңыз, деді күбірлеп. 37 жыл болса да бас кетеді ғой, деді. Ол жұп-жұқа алақанына ілініп тұрған нәзік саусақтарды бүлкілдетіп ұстап. Қандай кішкентай алақан деп таңғалды. Біздің үйдегі үстінен басқанда шай кесе жоқ болып кетеді. Сырты бұжыр-бұжыр жалпақ алақанды көз алдына әкелді. Ол қол тигізсе, мұның түгі де қалмайды. Солай, ол далада, бұл үйде, ол күрек, бұл қалам ұстайды. Мә деді, тізімді өзіне ұстадып. Бұл қап қалың журналды қайтып алды да, неге 37 жылы еске алды екен деп, бір піспеген ой басына дік ете қалды. Әйтеуір 37-нің жақсы нәрсе еместігін біледі. Сол кездері ата-бабасы Қытайға қашқанда бұлар бергі бетті сағалап елде қалған. Жаңа жылдың алдында екеу болып шай ішейік, деді бастағы. Кішкентай тәрелкеге быжылдаған торттан алып, суып бара жатқан шайдың үстіне томпақ шайнекті еңкейтіп, сыздатып сутамызды. Менен де бір дәм татсайшы. Иә деп бір ұттады. Суып қалған қызыл су ерініне мұздай болып тиіп, салқын әсер тұла бойынан жүгіріп өтті. Осыны да шай деп ішіп отырсыз ба? Ләззат, служебный романды көріп бедің, деді күлімсіреп іштей қарап. Ештеңе түсіне алмады. Күлімсіреген қос жанар тұла бойын ішіп жеп барады. Қазақшасы кеңсе махаббаты. Екеуміз сонымен айналсайық. Кіммен кімбіз? Ескі жылды жібермейміз. Басын көтере алмады. Мәскеудің бір есеп кеңсесіндегі бастығы мен бағынышысының махаббаты туралы кино болатын. Орысша сонша түсіне қоймайды. Бәрі өтірік болып көрінеді.
еміс-еміс бірдеңе көз алдынан бұлдырап өтіп жатты. «Иә, музыкасы жақсы», деді білетін адамдай болып көрініп. «Сондай музыка бізде де бар. 2 күннен кейін дәл осы уақытта маған кел. Жауабыңды бер. Күтемін», деген кезде орнынан көтеріле беріп еді. «Шайыңды тауыссайшы, бұл шай ішудің басы», деп түсін суыта сөйледі. «Рахмет», деп пәпкесін ұстап алып, боз кілемді басып жүре берді. Артымнан қарап тұр. Менің тостағандай төңкерілген бөксемнен көзін алмай тұр. «Өзім де сезетімін», дегендей бір әйелдік мақтаныш сезімі бойын бунап барады. «Күтем», деді дардай басымен. «Мені күтеді ғой сонда». Бұл әлем өзгеріп, басқа бір әлемге мойын сұнғандай буылданып бара жатты. Әншейінде маң басатын әйел еденді тесіп жіберетіндей тық-тық еткізіп жүре бастады. Үйге келген бетте үлкен қызды азық-түлікке жұмсап, тамақтың түр-түрін алғызды. Бойжетіп қалған қызды да таң. «Мама, туған күніңіз сияқты дайындалып жатырсыз ғой», деді риясыз күлімсіреп. «Әкең жұмыстан шаршап келеді. Ыстық ішсін, күнде қуырған картоп пен макарон, кеспе көже жасайық», деп қолы да бойы да жеңілдеп 2 бөлмеде алып жүріп қалды. 2 күннен кейін басқарма бастығы белгілеген уақытта Ләззат алдына барды. «Ляска, ойландың ба?» деді жеп-жеңіл сөйлеп. Атын орысша атағанда мырс ете қалды. Өмір өстіп ешкім айтпапты. Қатын деген күйеуінің бұрында бұғадай шыққан дауысы да құлағына қабат естілді. «Қайтсын, ол да жақсы көріп кеткенде айтатын шығар», деп тұрып қалды. Сол сәт: «Онда ертең сенбі. Біз де өкіметтің берген демалысын жаңаша өткізейік. Өзің қай жерде тұрасың?» «Интернациональный, Шевченкода. Онда сағат 11-де сол жерде күтем». «Аялдамаң қалай аталады?» «Интернациональный». «Онда как раз интернационализмге біраз үлес қосайық, қазақша қосайық». Бұл сөзге түсінбесе де басын изей берді. «Күтем», деді де ең соңында келіншек келіскендей үнсіз теріс айналды. Тағы да ту сыртынан қарап тұр. Осылай бөкселі қылып туған анама мыңда бір рахмет деп жеңіл басып бара жатты. Күні бойы көңілді жүрді. Өзінің тең сөйлесетіні, қабылдау бөлмесіндегі қол аяғы жеңіл кішкене қыз бен қара машинканы қадағалап отыратын, басатын саусақтары беріш болып кеткен әйелдер. Әйел көзінің байқамайтыны жоқ, жан сарайындағы жеңілдікті сезіп қалыпты. «Көңілдессің ғой, байың индийский киноға апарам деп жүрме?» деді 42 әріпке қадалып, саусақтары би-билеп тұрған, ені менен көлденеңі бірдей былшиған әйел. Әншейінде алдындағы мягкий знак деп твердый знакқа әріп деп қарамаса да, бұған да солай қарайтын. «Апарып бітті ғой. Әйтеуір киноға баратын адам сияқтысың». Үндеген жоқ. Машинкаға басылған қағаздардың 2 данасын түгендеп алды да шығып кетті. 2 дана адам да 2 дана қағаз секілді. Ортасына қара қағаз салып басады. Қара қағаз қалың кезде әріпте анық түседі. Жұқарғанда дей бергенде ойын тағы былшиған әйел бұзып жіберді. «Ұзын дәлізде кесе көлденең тұр. Солай де», деді кекесінмен. Бұл өне бойы дір-дір етіп, ең соңғы беттің арасына жабысып қалған қара қағазды тырнағымен түртпектей берді. «Тастап кет қара қағазды», деп бұйыра сөйлеп қолын созды. Бір биған саусақтарымен қып-қызыл қылып бояп алған тырнағы. «Жетісіп қапсың». Екінші құлағына да көздей сырғаны әрең тақты. Екеуі бірдей бітеліп қалмаған шығар. Өзінше бұра тартқан болды. Бағана Гүжбандай күйеу есікті тарс жапқаннан кейін жан дүниесі жеңілдеп қалды. Өзін еркін сезініп, еркін ойланды. Ескі айнаның алдына барып, өз бейнесіне өзі сүйсіне қарады. Жұрттан кемін бе? Қол аяғым балғадай, жастықтай жалпақ бөксеммен бүлк-бүлк ететіні. Болмысына риза болған 30-дан енді асқан әйел айнаға қарап тұрып, өзіне де, өмірге де осылай баға берді. Есік тарс жабылды. 1 сағат бұрын мамырлап еркек шыққан есіктен қол аяққа тұрмай әйел шықты. Аптығып жүріп, есікті
құлыптауды ұмытып кетіпті. Бір тепешек төмен түсіп, қайта бұрылып, салбыраған кілттің ұшын көздей тесікке дір-дір етіп әрең кіргізіп, бұжыр темірді қытырықтатып екі бұрады. Сосын бір нәрсем қалып қойған жоқ па екен деп темір есіктің дәл ортасындағы дөңгелек тесіктен бір көзін қысып тұрып, біраз шұқшиды. Ұзын дәлізде терезені ашқанда кіріп кеткен қоңыр көбелек лып-лып етіп бір жерге қона алмай жүр екен. Жүре бер, келгесін шығарармыз, деп өзінен өзі қуанып, жалт бұрылып, асығып-аптығып төмен түсе берді. Қайтып келгесін қосағына қызыл шайды қою қылып дайындап, палау пісірді. Еттің орнына мөлдір етіп қара мейіз қосты. Енесі байғұс айтулы күндерде осылай ас дайындайтын. Қазаннан отты аямай, жеген адамның тәбетін ашып риза қылатын. Сосын қалған сарқыт қой, менікі де айтулы күн ғой деп өзін-өзі келеке қыла бергенде есіктің құлпы шақыр-шұқыр бұралып, күжбанбай болып күйеу кіріп келді. Сұрап берген шай дайын деді, алдынан шығып. Күйеуінің өзіне ішіп жеп қараған тұңғиық көзімен беттесе алмай ас үйден ытқып шықты да, кең залда телевизор көріп отырған қызына: «Әкеңнің шайын берші, мен кір жуып тастайын», деді қипақтап. Қызы дайын тамақты буын бұрқырата түсіріп, бір күн әуежайды күзетіп келген әкесінің алдына бір табақ палауды қойды. «Шешең қайда?» деді, күн ұзақ көрмеген жұбайын іздеп, айналасына аңсаған көңілмен бір қарап. «Кір жуып жатыр, санитарный день», деді, орысша араластыра сөйлеп. «Қара мейіз қосыпты ғой, апамандасанда өстіп пісіруші еді». Ол да шешесін еске алып, ақ күріштің арасынан ноқат-ноқат болып көрініп тұрған қара мейізді қасық ұшымен түртіп алып, майлы палаудан қарбыта асады. «Ләззат болса белі бүгіліп, осы кір жуатын мәшинеге қолымыз жетпей-ақ қойды ғой» деп, тіршіліктің таусылмас құйқайына беріліп тұрып, өмірін бір сыбап алды да, өзін күйеуімен бетпе-бет келуден құтқарған осы тұрысына риза болды. Бұл жолы күрді ұзақ жуды. Бір сығатын нәрсені нәзік алақанымен екі сығып тұрып алды. Сөйтіп кірден тазарып, жеңілдеп, бір керсен жуылған киім кешекті әрең көтеріп балконға шыға бергенде, палауға тойған күйеуді бетпе-бет келіп қалып, бетіне қарай алмады. «Қара мейіз қосып істепсің ғой палауды. Өзбектің канизактарына ұқсап кетпе», деп ыржың-ыржың күлді. «Осы сорлы, ненге жетісіп күлесің?» деп тағы да еркегін құстады. «Сен жақсы болсаң мен» деп жытқыр ой жылмың ете қалғанда, енді узбечканың шай көйлегін киесің деген өгіздей еңкейген еркектің гүр-гүр еткен күлкісін естіп қалды. Көз қиығын салғанда өзіне өзі риза болып езуін ыржитып қарын сипаған күйеуін көрді. Ол диванға қырынан жатып алып телевизор тамашалады. Бұл бір керсен жуылған кірді балконға жайып болып, ер азаматтың үстінен басып өтіп, жатын бөлмеге келіп жантайды. «Осы менің байымның жұрттан қай жері кем?» деп 20 жыл отасқан серігінің болмысын ақтай бастады. «Дене десең дене бар», дауысы гүрілдеп жер жарады. «Тек сауаты аз, жоғары білімі жоқ, өзіме тең», дегенмен әйелдік пейіл өзін бір саты жоғары қойып, етегі желпілдеп кетті. «Ал бардым, көрдім жоғары білімдіні. Сонда не болды? Не сартық менің байымнан?» деп бір сәт аузын ашып аңтарылып қалды да, көңілдесін көз алдына әкелді. Түк салмағы жоқ. Еркек деген шаншып жіберу керек қой. Қимыл шалт екен. Шағын адамдар шалт болады деп, оның да бойынан жақсылық іздей бастады. Әйтеуір адамдарды тартып тұратын бір бәлесі бар деп көңілдесін көргісі кеп кетті. Жұмыс күні тезірек басталса екен деп дүйсенбіні күтті. Арнайы бармаса да, дүйсенбіде 5 минуттық беймаза бас қосуда бөлмесіне кіреді. Бетіне қалай қараймын? Алып қой деген жіңішкелеу шыққан әуезді дауыс пен өзі сидам саусақпен шымшып ұстаған белый айс деген сыртында тырнаның қалықтаған суреті бар қып-қызыл коньяк, қорабы айқыш-ұйқыш гүлмен көмкерілген тәтті торт келді көз алдына. Келесі жолда осылай болар мекен? Әй қайдам, еркектер бір-ақ рет шабады ғой, біз сорлы ғой дәметіп, дір-дір етіп тұратын деп, енді өзін сорлыға теңеді.
түңілді де қайта тірілді. Жолай кездескен екінші еркегін көргісі келіп алабұрта бастады. Сол сәт өмірге енді ғана ене бастаған ұялы телефон шыр еткенде селк етіп қалды. Қорқақ болып кетпеңсің дегені есіктен қарап тұрған күйеуі. Бұл шұғыл телефонның турнигін қызылым басты. Менен батыр ешкім жоқ деді, іштей ызаға булығып. Қосағына көз тастап, тағы да қарай алмады. Дөңбекшіген әйел екі адамдық кереуетте не тұрарын, не жатарын білмей аударылып төңгеріле берді. Езуі ыржиып қарап тұрған терісі кең азаматтың ай маңдайынан өзіне ғана түсінікті жазуды оқыды. Пешенеме жазылғаны да, кері бұрылғанда жалпақ жауырыннан да шимай жазулар көрініп бара жатты. Маған бір жазғыш адам жазған екен дегенді көз қиығы шалып қалды. Еркегі көгілдір экрандағы әншілермен көз алдап отыр. Әйел дүйсенбіні күтіп дөңбекшіп жатыр.